Лев Толстой, Сергей Әкей. Ойбай, несін айтасың? Степан Касацкий монастырға кетіпті, деген хабар Петерборда желді есті. Естіген жұрт, ай обалай, сымбатты князьді шіркеуге қалай ғана қиясын деп дабырласып жатты. Расымен Степан Касацкий өте сымбатты, білімді, әрі дәулетті мырза еді. Өзі офицер. Әсіресе қайрат жігері мықты еді. Мақсатына жетпей қоймайтын. Әскери корпусқа алғаш келгенде француз тілін үйрену үшін түнімен ұйықтамай жанын салғаны бар. Дегеніне жетіп, бәрін басып озды. Бірде ол графиня Мэри Коротковаға ғашық болады. Оған тұрмысқа шық деп өтініш білдіреді. Графиня қарсы болмайды. Қалыңдығы анасына донады. Осылайша бақытты екі жас той қамына кірісіп жатқан. Бұл кезде Степан расымен де бақытты еді. Тойға 2 апта қалғанда сүйген жары одан сыр жасырғысы келмейді. Бұрын балалықпен 1 Николай патшаның көңілдесі болғанын айтады. Ол сол сәтте ашуға мініп тойдан бас тартады. Ертесіне отставкаға кетуге өтініш білдіріп, ауылға кетіп қалады. Жаз бойы сонда болады. Күзде бүкіл мал мүлкін қарындасын атына аударып, монастырға бір жола кетіп, сонда монахқа айналады. Бұл шешімін шешесіне Құдайдың қалауы солай болды деп хатпен жеткізеді. Оның халін тек қарындасы Варенька ғана жақсы түсінді. Себебі екеуінің мінезі ұқсас еді. Ол мен білсем, Степан монастырға кек алу үшін кетті. Өзін алдаған адамдардан, қоғамнан кек алу үшін осы қадамды таңдады. Ортасын жек көргендіктен ол қайтып оралған жоқ. Монах болу арқылы соларды мүсіркеп, өзін олардан анағұрлым жоғары тұратын көрсеткісі келді. Менің тәкаппарлығын сындырмау үшін де дін жолын таңдады, топшылады. Вареньканың сөзінің жаны бар, бірақ бұдан бөлек Степанның бойында жанкештілік қасиет те бар еді. Арада 7 жыл өтті. Степан монастырда Сергей Әкей деген есімді иеленді. Күні-түні тақуалық ұстап, рухани тұлғаға айналды. Бұл кезде оның шешесі қайтыс болып, бұрынғы қалыңдығы басқа біреуге тұрмысқа шыққан еді. Бірақ бұл жайттар Степанға еш әсер етпеді. Ол жүрегінің осында тыныштық тапқанына қуанды. 4-ші жылы оны Астанадағы монастырға діни қызметке тағайындайды. Степан бұған қарсы болған, бірақ старистің айтқаннан шыға алмады. Қызық осы монастырда басталды. Сергей Әкей бұрыннан өте сымбатты, сұлу жігіт болатын. Аппақ монахтың киімін кигенде көктен түскен періштеден аумай қалды. Жұрттың бәрі, әсіресе әйелдер, оны бір көріп, қолынан ұстап, жарылқауын тілеп тұратын. Бірақ ол Сергей Әкейге оңайға соқпады. Ол әтірін бұрқыратып сеуіп келген Астананың әйелдерін көргенде тұла бойы дірілдеп, маңдайынан тер ағып, өзін әзер ұстайтын. Сән салтанаты жарасқан графинялардың түр сымбаты түнімен есін шығарып ұйықтатпады. Ұйықтаса, соларды түсінде көрді. Нәпсісін ешті алмады. Түнімен көз ілмей оқыған дұғаларды көмектеспеді. Тіпті бір күні әйел затының түрін көрмеу үшін бұл арман болды. Монастырдың бөлмелеріне тығылып жасырынуға тырысқанмен, әйелдер әлгі сұлу монах қайда, соның жарылқауын алмай кетпейміз деп мұны күтіп отыра беретін. Сергей Әкей ақыры шыдай алмады. Старистың рұқсат сұрап, монастырдағы қызметінен кетті де дәруіш болды. Тамбин даласына барып, сондағы бір үңгірге жайғасты. Нәпсісін қоздыратын әйел заты жоқ, жүрегі енді тыныш тапқандай болды. Бір күні бұл жатқан Тамбин даласына қаланың бір топ байшыгештері сауық құруға келеді. Олардың ішінде күйеуінен ажырасқан дарақы бір келіншек бартын. Ол қасындағы достарына бір түн Сергей Әкейдің қасында түнеп шығамын деп бәстеседі. Ол Сергей Әкей тұратын құжыраның есігін қағып, мен адасып кетіп едім, бір қонып шықсам бола ма деп сұрайды. Ойында түк Сергей Әкей басында бұл сайтан шығар деп қорқып кеткенмен, ақырында аязда үсі бөліге айналған әйелді ішке кіргізуге келіседі. Әйел төсекте өтірік ауырған болып жатып алып, ыңырсып, еркектің құмарлығын қоздыратындай түрлі дыбыстар шығарады. Денесінде жартылай жаланыштайды. Сосын, мен қатты ауырып жатырмын, келіңізші, Құдай үшін көмектесіңізші дейді. Сергей Әкей әйелдің өзін арандатып жатқан бірден түсінеді. Бірақ нәпсісі де қалағанын осы емес пе, бар енді деп ол жақтан қыса түсті. Сергей бұл жерде Құдайға жалыну, дұға тілеуден еш пайда жоғын түсінді. Әйелге, қазір барамын, күте тұр деді де
тысқа шығып кетті. Отын шабатын балтаны алып, сол қолының балан үйрек саусағын ағашқа қойды да дүрс еткізіп шауып тастады. Қан заулап ақты. Ісініп бойға сыймай тұрған құмарлығы сап тыйылды. Сергей әкейдің үнсіз қалғанына таң қалған қызды үстіне жамылғысын іліп тысқа шыққан. Ол әкейді көріп шошып кетті. Аузына сөз түспей, мені кешіріңіз, кешіріңіз дей берді. Сергей оған назарын салып, қарындасым-ау, неге күні арқалан келді? Құдайдан тез кешірім сұра, тәубаңа кел деді. Әйел жылап қайта-қайта кешірім сұрады. Киімдерін киді де шығып кетті. Кейін әлгі келіншектің осы оқиғадан соң монахиня болып кеткенін естиді. Арада тағы да жылдар өтіп, Сергей әкейдің жасы 47-ге келді. Оның осы ерлігін, тақуалығын естіп, жұрт жиі келетін болды. Ел ішінде Сергей әкейдің доғасы мың бір ауруға ем, 101 пәлеге дауа деген қауесет таралды. Бұл расымен де солай әрі ғажап жайт еді. Доғасының шарапаты екеніне Сергейдің өзі де таңғалатын. Түрлі ауруларды аяғынан тік тұрғызып, көп бейбақтың жолын аша бастады. Әр тараптан ағылған жұрт көбейген үстіне көбейе түсті. Осы зор міндет көп адам тығыз уақыт оның құлшылық қылатын сағаттарын азайып тастады. Бір күні бір саудагер оған ақыл есі кемдеу қызын қаратуға келіп тастады. Қыздың есімі Мария еді. Сергей әке оған түнімен дұға оқып шығатын болды. Ол кешке қыздың төсегіне отырып, қай жерін ауырады қалқам деді. Қыз ақыл есі кемдеу болғасын күліп майысып отырған. Бір кезде мына жерім ауырып тұр деп Сергей әкейдің қолын өзінің омырауына қойды. Әкейдің қолы дірілдеп, не істерін білмей қалды. Ерік жігері әп-сәтте жоғалып, нәпсісі қозып шыға келді. Жыланға арбалаған торғадай күй кешті. Сол сәтте қыз оның құшақтап алды да өзіне тартты. Ал Сергей әкей қарсылауға күш таппады. Бар болғаны, Мария, сен сайтансың дей берді. Таңертең ұйқыдан тұрғанда істің болары болып, бояу сіңгенін бірақ түсінді. Не бүлдірдім мен? Қазір әкесі келеді. Қыз бәрін айтады. Сайтан екенін біліп тұрып түк істемегенін қалай? Енді не істеймін деп әбігерге түсті. Далбасалап қолына балтаны алды. Сол кезде қызметшісі жүгіріп келіп, әулие әкей, балтаны маған беріңіз. Отын керек болса өзім шауып беремін деді. Балтаны бере салды. Үйге қайтып кірді. Қыз әлі төсекте ұйықтап жатыр екен. Әкей өзінің ұзын шашын қайшымен қырқып тастады. Киімдерін ауыстырды да тысқа қайта шығып өзенге барды. Суға батып өлсем бе екен, бірақ суда жақсы жүзем. Өлмей қалу мүмкін. Дарға асылсам ба, бірақ дайын тұрған бұтақ пен жіп қайда деді. Бір кезде есіне Құдай түсті. Жата кетіп кешірім сұрап тәубе етті. Ұзақ жатқаны сонша көзі ілініп кетіпті. Түсінде туысқаны Пашеньканы көрді. Ояна салып бұл Құдайдан келген белгі, мен Пашеньканың үйіне баруым керек деді де солай қарай жол тартты. Туысқаны оны жақсы қарсы алды. Ол оған басынан өткен жайтты баяндап, Пашенька, мен ешқандай әулие емеспін, күнәһар қылмыскермін, жұрттың бәріне дұрыс жөн сілтеп қалай өмір сүру керектігін айтып жүріп, өзім оңбай адастым. Мен еш нәрсе білмеймін, маған өмір сүруді үйрет деді еңіреп. Пашенька оны бауырына басып, үйінен пана берді. Осылайша Сергей әкей сол үйде тұра берді. Бірақ ешқайда шықпайтын, бір жерден қозғалмай отыра беретін әдет тапты. Кейде одан неге шіркеуге барып ғибадатқа қатыспайсың десе, Құдайдан, жұрттан ұяламын дейтін. Бір күні ол үйден кетуге рұқсат сұрады. Пашенька оның дорбасына толтырып азық салып берді. Сол кезде ол Пашеньканың мейірімді мінезін, жұрттың бәрін алғыс дәметпейтін қарапайымдылығын көріп таңғалды. Мен түсімде Пашеньканы бекер көрмеген екенмін. Бұл Құдайдан түскен белгі. Қарашы, Пашенька не жасаса да Құдай үшін жасайды. Ал мен Құдай мен адамдар арасындағы делдал сияқты өмір сүріппін. Адамдарға тегін қызмет етіп, соқыр кеудем алғыс мақтауға дәнігіп кеткен екен ғой. Жұрттың бәрі қара бет. Құдайға тек мен мінсіз қызмет етіп жүрмін деп өзімді алдаппын. Әйтпесе, Құдай үшін менен де артық өмір сүретін адамдар бар екен деп тәубаға келеді. Осыдан соң дәрештік өмірді бастады. Қай үйге барса да өзінің кім болғанын айтпады. Жай ғана Құдайдың қара бет құлымын деп қысқа қайыратын.
Сергей әкей деген құрметті есімін осылай өшіргісі келді. Енді елді аралап, бір ауылдан бір ауылға, бір жерден бір жерге сапар шегіп, 8 жылдай кезбелік өмір сүрді. Бір күні оны губерниялық бір қалада тәртіп сақшылары ұстап алды. Бөлімшеге әкеліп төлқұжатын сұрады. Сергей әкейде ешнәрсе жоқ болатын. Оған кімсің дегенде, Құдайдың қарабет құлымын деп жауап берді. Оны қаңғыбастар қатарына жатқызды да сыртынан соттап Сібірге жер аударып жіберді. Онда барғасын ол бай мұжықтың қыстауына орналасты. Оның бақшасын баптап, балаларын оқытып, сол маңдағы ауруларға көмектесіп өмір сүріп жатты.